Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты достар. Сіздермен бірге мен Назгүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай дәмі тіл үйіретін баклажан қосылған қыстық салат жабуды үйренетін боламыз. Бұл салатты нанмен қосып жегенде өзіңізді тоқтата алмай қалуыңыз мүмкін. Біз кішкентай отбасымызбен 2 банканы әп-сәтте тауысып тастадық. Қысқа дейін жетсін десеңіз, ингредиенттерді 2 не 3 есе көбейтіп, бірден көп қылып қайнатуға кеңес беремін. Рецепттің маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Видеоны лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жаңа рецепттерді күтіңіз. Ең алдымен қажетті көкөністерімізді жуып, тазалап дайындап аламыз. Олар қызанақ, баклажан, болгар бұрышы, сәбіз, пияз, сарымсақ және ащы бұрыш. Міндетті түрде ең алдымен баклажандарымызды турап бастаймыз. Баклажандарымызды осылай өте жуан емес, өте жіңішке емес, орташа ұсақтықта көбіктеп турап шығамыз. Сонан соң батып тұратындай етіп су құйып, 1-2 ас қасық тұз салып, араластырып қойып қоямыз. Бұл баклажанның өзіндік ащы дәмінен құтылу үшін керек. Енді қалған көкөністерімізді ірілеу етіп, 4-5-теп турап шығамыз. Мен сәбізді езіліп кетпейтін болғандықтан салатты әдемі болып көрінсін деп ерекше етіп турап шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша турап шықсаңыз болады. Енді қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, жақсылап сарғайғанша қуырып аламыз. Егер сізге пияз ұнамайтын болса, пиязды қуырып алғаннан кейін алып тастасаңыз болады. Сонан соң сәбізімізді салып, оны да жақсылап 20 минуттан аса піскенше, яғни жұмсарғанша қуырып аламыз. Осы сәтте біздің қышқылдығынан айырылып дайын болып тұрған баклажандарымызды тұзды суынан сүзіп алып, қазанымызға салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Басында осындай көлемі үлкен болып тұрады. Одан соң ол жақсылап пісіп қуырылғаннан кейін 2 есеге дейін көлемі кішірейеді. Біздің салатымызға ешқандай аспирин, уксус қосылмайтын болғандықтан, ондағы көкөністерімізді толықтай піскенше қуырып аламыз. Сонда біздің банкамыз атылмай жақсы сақталатын болады. Енді болгар бұрышын қосамыз. Болгар бұрышын ең соңғы қосамыз, себебі ол езіліп кетуі мүмкін. Тым езіліп кетсе, әдемі болып көрінбей қалады. Ал қалған көкөністерді міндетті түрде 20 минуттан кем емес уақыт бойынша қуырып, жақсылап пісіріп аламыз. Осындай әп-әдемі болып тұрған көкөністеріміздің үстіне енді тартқыштан өткізілген қызанақтарымызды абайлап құйып шығамыз. Менің таңдаған ыдысым кішкентай болып шықты. Сіздер өзіңіздің көкөністеріңізге қарай үлкендеу ыдысты таңдаңыздар. Енді дәміне қарай тұзымыз бен қантымызды салып, жақсылап араластырып қайнатып аламыз. Барлық ингредиенттерді мен описание бөліміне қалдырамын және толықтай рецепті жазбалы түрде де қалдыратын боламын. Барлық көкөністеріміз піскеннен кейін сарымсағымыз бен ащы бұрышымызды саламыз. Ащы бұрышты қосу міндетті емес, мен тек дәмін шығарып 1/3 бөлігін қана қостым. Сарымсақты да міндетті түрде соңында саламыз, себебі ащы дәм беруі мүмкін. Осылай банкамыз бен қақпақтарымызды жақсылап стерилдеп қайнатып аламыз. Сонан соң осылай банкаларымызға бөліп ыстық күйінде құйып шығамыз. Банканың бетіне дейін толтырып құю міндетті емес, міндетті түрде тезірек қақпақтарымызды ыстық күйінде нығыздап қаттырақ жауып аламыз. Сонан соң банкаларымызды төңкеріп, бетін жылы затпен жауып, суытып аламыз. Суығаннан кейін өзіміздің сақтайтын жерімізге сақтап, қолдана берсек болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.